Достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге осындай вареный сгущенка қосылған рогалики жасап көрсетемін. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Ол үшін бізге жұмыртқа, қант, ерітілген сары май және қаймақ қажет. Осылардың барлығын жақсылап тұрып венчикпен араластырып, үстіне илектен өткізілген ұн мен қосқышымызды қосып, өте жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды бетін 10-15 минутқа жауып қоя тұрамыз. 10-15 минуттан кейін қамырымызды алып, екі бөлікке бөліп, оларды оқтаумен жұқа етіп жайып аламыз. Жайылған қамырды осындай пышағымызбен бірнеше бөліктерге бөліп, олардың үстіне жарты қасықтай шай қасықпен вареный сгущенкаларымызды салып, рогалики жасайтын боламыз. Дайын болған рогаликтерімізді қызып тұрған пешімізге 180 градусқа қызарғанша пісіріп аламыз. Достар, міне біздің рогаликтеріміз дайын болды. Ас болсын.